Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстандағы демографиялық проблемалар. Демография дегеніміз не? Халықтың зерттеу және халқының саны, құрылымы, өсуі мен кемуін зерттейтін ғылым. Негізгі факторларды туу, өлім, көшіп-қону сияқты негізгі факторларды халықтың өзгеруін анықтайды. Қазақстанда халқының 2024 жыл халық санағы бойынша жалпы саны 20 миллионнан астам, қала тұрғындарының саны 12 миллионнан астам болса, ауыл тұрғындарының саны 7 миллионнан астам болды. Сонымен қатар туу деңгейі 1987 жылы 1000 адамға шаққанда 25,7% болса, туу көрсеткіші болса, ал 1997 жылы бұл көрсеткіш 14%-ға дейін кеміді. Өзгермелі туу саны 2024-25 жылдары туу саны 2 миллионнан асты. Экономикалық жағдайларға байланысты болады, әлеуметтік жағдайлар. Өлім жетімнің өсуі 1997 жылы 1000 адамға шаққанда 10% құрайтын болса, 10% адам қайтыс болады. Бұл халық санының табиғи өсіміне кері әсер етеді. Сонымен қатар бізде көшіп-қонудың демографияға әсері қалаға көшу. Қалаға көшу үрдісі ауыл халқының азаюына әкелуде. Бұл ауылдық жерлердегі жұмыс күші мен әлеуметтік инфрақұрылымға кері әсер етеді. Яғни ауылды жерде жұмыстардың кемуінен, жұмыстардың азаюына байланысты халықтың барлығы қалаға көшеді. Қалаға көшкен кезде не болады? Ауылдың халқының саны азаяды. Ауылдағы халық не үшін қалаға көшеді? Себебі ауылда жұмыссыздық, жұмыс азаяды. Сол себепті қалаға көшеді. Теңгерім мәселесіне келетін болсақ, бұл иммиграция мен иммиграцияның теңгерімі халық санына айтарлықтай ықпал етеді. Әсіресе білікті мамандардың кетуі алаңдаушылық тудырады. Білікті мамандар, мысалы, бір мемлекеттен екінші мемлекетке көшіп кетуі, ауылдағы білікті мамандар қалаға көшуін айтамыз. Білікті деген ол білімді және жұмыстарды жақсы атқаратын адамдардың басқа мемлекетке тіл біліп, басқа мемлекетке кетулерін айтамыз. Көшіп-қону өсімі 2025 жылы, яғни бізде былайша айтқанда 12.159 адамға жетті. Бұл елге келетін және кететін адамдар санын көрсетеді. Әлеуметтік экономикалық себептер мен салдарына келетін болсақ, экономикалық тұрақсыздық. Тұрақсыз экономикалық жағдай мен жұмыссыздық деңгейі 4,6%-ға халықтың өмір сүру сапасын әсер етеді. Бұл демографиялық жағдайды ушықтырады. Яғни тұрақсыздық экономикалық жағдай деген экономикамыз бірде төмендеп, бірде жоғарылай берген, жұмыссыздық деңгейі төмендей береді. Содан кейде жұмыс табылмай қалады. Соның нәтижесінен демократияға әсерін тигізеді. Отбасы құрылымы. Отбасы құрылымының өзгеруі бала тууға деген көзқарастың төмендеуі, мысалы, жас жұбайлар арасындағы балалы болуға деген қызығушылығы азаятады. Бұл құрылым жұмыс жоғына байланысты және екі отбасылардың жаңағы ары қарай дамуына және жұмыссыздықтың төмендеуіне байланысты болады. Ұлттық қауіпсіздікке келетін болсақ, ұлттық қауіпсіздік пен еңбек ресурстары тапшылығы қаупі елдің болашақ дамуына қатер төндіреді. 2050 жылға болжам халық саны 25,5 миллионға жетеді. Қазіргі тенденцияларда ескере отырып, Қазақстан халқының өсуі баяулайды, бірақ жалпы саны 25 миллионға жетуі мүмкін. Жастардың азаюы, жас буынның санының азаюы болашақта еңбек нарығының тапшылығын тудырады. Қарттардың көбеюі, қарт адамдар үлесінің артуы, денсаулық сақтау, әлеуметтік мысалы, қарттардың көбеюі дегеніміз ол денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіне қосымша жүктеме түсіреді. Демократиялық жүктеме бұл фактор демографиялық жүктемені арттырып, елдің экономикалық тұрақтылығына әсер етуі мүмкін. Мемлекеттік шаралар мен шешім жолдары туу деңгейін арттыру қажет, денсаулық пен білімді мықты қылып көбейту керек, көшіп-қону саясатын реттеу, елге білікті мамандар мен еңбек мигранттарын тарту арқылы ғана біз демографиялық теңгерімді сақтай аламыз. Қорытындылай келе, демографиялық проблемаларды шешу үшін елдің тұрақты дамуының кепілі болу қажет. Халықтың сапасы мен санын арттыру стратегиялық міндет қылып қоюымыз керек. Яғни бүгінгі сабақта демографиялық проблемаларды шешу бойынша толыққанды